Келесіздер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы менің сүйікті ойыншығым. Сабақтың мақсаты балаларды ойыншықтармен дұрыс ойнауға үйрету, тілдерін дамыту, сөздік қорларын молайту, ойыншықтарды таза ұстауға үйрету. Балалар, бүгін біз сабақта өте көптеген тапсырманы орындаймыз. Қазір енді бәріміз маған қарап тақтадағы суреттерге көңіл аударамыз. Дұрыстап ойнауға, дос болуға, бір-бірімен ұйымшылдыққа тәрбиелеу. Енді балалар, есіне тапсырма беріңдер. Кім қандай ойыншық әкелді? Кәне апайға көрсетеміз. Көрсетіп отырамыз. Апай сұрағанда жауап береміз. Каусар, сен қандай ойыншық әкелдің? Кәне ойыншықтан қалай? Ал ойыншықтан қалай? Түсі қандай? Сұрап. Ол қандай бізде? Қатты ма, жұмсақ па? Сақ көрші? Жұмсақ. Ғазиз, сен қандай ойыншық әкелдің? Машина. Түсі қандай? Раяна, сен қандай ойыншық әкелдің бүгін? Қоян. Түсі қандай? Күлгін. Күлгін. Ол қандай стаж кәне? Жұмсақ па, қатты ма? Жұмсақ. Жұмсақ. Ералы, бізге қандай ойыншық әкелді? Түсі қандай? Тонды. Сенде үйде бар ма? Қандай стаж? Жұмсақ па, қатты ма? Жұмсақ. Ол неден жасалған? Резинкадан. Айару бізге не әкелген? Ойыншық. Ойыншық. Түсі қандай? Аяқ. Құлақтары? Қандай? Жас? Мұрны? Мұрны. Көмір. Көзі? Қара. Қандай ол? Ұстаймыз. Қатты ма, жұмсақ па? Қатты. Ойыншық қандай? Жұмсақ. Инабат бізге не әкелді? Мына бізге кім? Түсі қандай? Күлгін. Тағы не әкелдің? Ай. Түсі қандай? Түсі қандай? Ұста. Сары. Саян бізге не әкелді? Қоян. Түсі қандай? Синий. Қазақша? Енді бері қараймыз балалар. Апай сіздерге тапсырма береді, кәне. Ойыншықтарды қоя тұрамыз. Апай сіздерге тапсырма береді, сендер соны орындайсыңдар. Жарай ма? Айтып бересіңдер. Балалар, қане апай қараңдаршы. Апай қараймыз болса. Балалар, апайдың столында сандықша екен. Кәне сандықшаны ашып қарай. Балалар, біз бүгін қандай тақырып аштық? Не туралы айттық? Ойыншықтар. Бізде ойыншықтар қандай болады екен? Жұмсақ, қатты. Сендерге сабақ ұнады ма? Иә. Сендердің өздерің сүйікті ойыншықтарың бар ма? Иә. Сендер ойыншықтарды қалай ұстайсыңдар? Ойнап болғасын не істейсіңдер? Қайда жинап қоясыңдар? Ойыншықты орнына, иә? Иә. Сабақ ұнады ма? Иә. Осымен сабақ аяқталды.